Қайырлы күн, Алтай Ньюс сайтының тұрақты көрермендері. Сіздермен бірге балауса Мэлс қызы аптадағы айшықты жаңалықтар топтамасын назарларыңызға ұсынбақ. Қала тұрғындарының сынынан кейін шаһардың шамдары жарқырай түсті. Бұған дейін Өскемен көшесін жарықтандырумен айналысатын арнайы жұмыс тобы құрылып, техникалық аудит басталған болатын. Кейінгі күндердің өзінде қаладағы 187 көше шамы қалпына келтірілген. Еске салайық, облыс орталығындағы көше жарықтандыру жүйелерін жаңғырту 2020 жылы басталған. Жобаға сәйкес қала көшелеріндегі қарапайым шамдар жарық диодты түріне ауыстырылуы керек. Барлығы 16 мың шамды жаңарту көзделген. Бұған қоса инфрақұрылымды дамытып, бірыңғай диспетчерлік орталық ашу жоспарланған. По состоянию на 1 Маусымның біріндегі жағдай бойынша Өскемендегі көше шамдарының 2077-сі жанбай тұрған анықталған. 19 маусымға дейін 504 көше шамы жөндеуден өткен болса, бүгінгі таңда тағы 187 көше шамы жөнделді. Оқу жылы басталғанға дейін орталық көшелердің шамдарын жөндеп бітетін боламыз. Жалпы жоба жыл соңына дейін аяқталатын болады. Жоспар бойынша жоба аясындағы жұмыстар аяқталғаннан кейін электр қуатын үнемдеу көрсеткіші 60%-ға дейін ұлғаяды. Everlight Electronics компаниясы келісім-шарт бойынша өз міндеттемелерін дұрыс орындамағандықтан Шығыс Қазақстан облысының өңірлік мемлекеттік жекеменшік серіктестік орталығы келісім-шартты бұзып сотқа беру туралы шешім қабылдады. Ары қарай мәселе сотта шешілетін болады. К судебному процессу в арбитражном суде. Маусымның 15 күні таңертең Өскеменнен жолға шыққан 100 бала Қатонқарағай ауданына жетті. Төралтайдың төсіндегі жұмақ мекенде оқушыларды ауылдың меймандос отбасылары құшақ жайып қарсы алды. Қазақ тілін тілдік ортада жүріп үйренуге келген қонақ балалар ауданның Жамбыл, Белқарағай, Өрел, Берел ауылдарында жазғы демалысты қызықты әрі мәнді өткізетін болады. Былтыр алғаш рет қолға алынып, жақсы нәтиже берген қонақжай отбасы бірегей жобасы биылда жалғасын тапты. Еліміздің өзге өңірлерінде жоқ, шығыста ғана жүзеге асырылатын жобаның осы маусымда жағрафиясы кеңейіп, қатысушылар саны артқан. Ерекшелігі сол, орыс тілді балаларды Қатонқарағай ауданы қабылдаса, қазақ тілді балалар Риддер қаласы мен Глубокое ауданына аттанды. Біз биылғы жылы бірінші рет Жамбыл орта мектебі балаларды қабылдап жатырмыз. Жамбыл орта мектебіне биылғы бірінші рет 28 бала келді. Оны 10 қонақжай отбасы қабылдады. Келген балалардың бүгінгі күні 4-ші күн деп айтамыз. Балалар қабылдаған отбасылар өте жайлы, бір-бірімен тез сіңісіп, тіл табысып кетті. Балалардың өзіне арналған күнделікті арнайы бағдарламалары бар. Сол бағдарлама бойынша біз балаларды өзіміздің өлкемізбен және қазақ тілімен жаңағы үйретіп таныстырып жатырмыз. Мы уже очень много изучили казахских слов. Келгелі қазақша өте көп сөз үйрендік. Мен қазақ тілін меңгергім келеді. Өйткені Қазақстанда тұрамын. Маған бұл жердің табиғаты қатты ұнады. Таулары сондай биік. Кеше ғана табиғат аясына демалуға шықтық. Барлық шараға белсенді қатысып жүрмін. Себебі маған ән айтқанда, билегенде ұнайды. Қайырлы күн, менің атым Табакаева Вероника. Менің анам Роза апай. Роза апай өте ойнады. Ауылды өте әдемі. Ауылды су таза. Біз қуаныштымыз. Ұландық оқушылар жазғы демалыстарын қызықты әрі пайдалы өткізуде. Атап айтсақ, 10 маусымнан бастап Ұлан ауданындағы 29 мектепте тілдік лагерлер жұмыс атқарып жатыр. Тілдік лагерлерге барлығы 364 бала қатысуда. Оларда этномәдениет, өлкетану, экология бағытындағы бағдарламалар бойынша да түрлі шаралар ұйымдастырылуда. Глубокое кентінде бір қабатты шығыс бағдарламасы аясында 12 отбасыға жаңа тұрғын үйлердің кілті табысталды. 2020 жылдан бастап Глубокое ауданында жаңа үйлердің құрылысы жүріп жатыр. Қазірдің өзінде 44 қос пәтерлі 88 тұрғын үй көп балалы және аз қамтылған отбасыларға беріледі. Бүгін көптен күткен баспанамызға қол жеткіздік. 2015 жылдан бері үй кезегінде тұрған болатынмын. Бүгін міне Ақтүйенің қарны жарылып, қуанышымызда шек жоқ. Міне 4 баланың анасымын мен, көп балалы
отбасымыз. Енді айтарым міне, мемлекет тарапынан да, жергілікті әкімшілік тарапынан да қай салада болсын көп балалы отбасыларға өте үлкен қолдау көрсетіліп жатыр. Сондықтан да міне өзіміздің жергілікті әкімшілікке де үлкен рахмет айтқымыз келеді. Өскеменде самокат тепкен тұрғында көлік қағып кетті. Жол көлік оқиғасы 19 маусым Әуезов көшесі мен Жеңіс даңғылының қиылысында болған. Chevrolet Nexia жүргізушісі бұрылыста жолдан өтіп бара жатқан самокат жүргізушісіне жол бермей қағып кеткен. Қазіргі уақытта ол медициналық мекемеге жатқызылып сараптама тағайындалды, деп мәлімдеді Шығыс Қазақстан облыстық полиция департаментінің баспасөз қызметі. Осымен бүгінгі хабар тамам. Жақсы күндерде жолыққанша бізге тіркеліп, пікір қалдыруда ұмытпаңыздар.